Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті жамағат, жалпы қоятын екі сұрағым бар. Бірінші сұрақ, жалпы кейбір салаф бауырларымыздан тарап жатыр, диспут болып жатқан уақытта сіз тұрып кетіп қалғаныңыз жайында. Ол туралы бірден айтып берсеңіз. Екінші сұрақ, жалпы осында жамағат жиналып отыр ғой. Осы аудиодан кейін кейбіреулер айтып жатыр, осы аудионы тыңдауға болмайды, ерсін тыңдауға болмайды, және де ханафи бауырларыңызбен араласпаңдар деген. Сол туралы жалпы қарапайым мұсылмандарға бір ұсыныс айтсаңыздар. Алла разы болсын. Біріншіден, кетіп қалу мәселесіне келетін болсақ, мен енді кім қандай комментарий жазып жатыр, оны қарап отыруға нем болған жоқ, бірақ бір-екі бауырлардан өтінгенім, егер сол сәләфиміз деп жүрген, негізі оларды таймилер деуге болады. Солардан болған, және осы ақидаға қатысты бір замечание немесе бір пікір айтқан болса, солардың несін қандай бір айтқан жеткізіп отырыңдаршы өтініш деп сөйтіп айтқан. Сонда енді күліп айтып жатыр, сіз тәпішкеңізді алып қашып кетіпсіз, одан кейін тағы бір 4 сағаттағы да диспут болыпты, ол жазылмапты, енді біз оны шығармаппыз деген секілді сондай сөз айтылды дейді. Біріншіден, бұл кездесейік деген ұсыныс негізі біріншіден біз тараптан болды. Біз тараптан болды. Және бұл кеше ғана болған ұсыныс емес. Мен осында, осы мешітте қызмет етіп жүрген кезде, осында қазір қызмет жасап жүрген бір сол Октан бауырымызбен жақсы араласатын жігітпен сөйлесіп отырайық, тыныш атмосферада әлгі. Енді тыныш атмосфера болар еді, егер ешкім ашуланбаса, ана жерде стол тұрмаса. Сондай жерде отырып сөйлесейік. Және сол сөйлескеніміз видеокамераға, диктофонға жазылсын, сөйтіп халық көрсін деген ұсыныс айтқанмын. Жауап, олай жасаудың қажеті жоқ. Жеке өзіміз отырсақ, жанымызда екі куәдан болса, сол жеткілікті деген жауап болды. Енді ол біріншіден куәнің артынан кім қуалап жүреді? Бір куә шығып былай етуі мүмкін, екінші шығып былай етуі мүмкін. Енді ол біреудің аузына ешкім қақпақ пробка бола алмайды. Сол үшін де бұл жерде ол нәрсе реті келмейді. Және видеокамераның қажеті жоқ деді, диктофонның қажеті жоқ деді. Енді видеокамера қатысты олардың бәлкім ұстанымы бар шығар, сондай себебі қазір кейбір жаңа сол сәләфиміз деп жүрген бауырлар шығып жатыр, видеокамераға түсуді дұрыс көрмейтін. Мысалы, кімдер Ринаттар дұрыс көреді, оның ютубта толып жатыр видео ағыздары. Бағана кім, субханалла, тағы да басқа да жігіттер видеолар толып жатыр. Ал бірақ енді қазір сондай жаңа жігіттер пайда болып жатыр. Олар видеоға түсіруді де әлгі тасуир, суретке түсіру харам дегенге кіргізіп жатыр да, видеоға түспейді. Бәлкім мүмкін сол тұрғыдан видеоны қабылдамаған шығар. Сонымен осы ұсыныс сол кезде қалған. Кейін екінші осы кездесуімізге себеп болған ұсыныс, менің сабағымда тахауи ақидасын тыңдап жүрген бір жігіт барып, сол Октан бауырымызбен кездескен. Кездесіп, сол жерде осы мәселелер қозғалған, ол өзінің позициясын түсіндіріп берген, және сол жерде оның айтқан сөзі, имам Шафии айтқан деді. Құранда Алланың аспанда екендігінде 1000-нан астам дәлел бар деп, осындай сөзді айтқан. Бірақ Құраннан қарап көрейік деген кезде, бірақ соның бір аятты да талқылағысы келген жоқ. Құранда 1000 аят болатын болса, машалла. Енді 1000 аят па хотя бы 100-ын келтірмей ма? Имам Шафииден ондай сөз жоқ. Және имам Шафииден сол кездесуде де жоқ сөзді келтірді. Мен кітапты ашып, мен мына жерде тура сол бетінде ондай сөз жоқ деп көрсеттім. Одан кейін ол кісінің бірінші кездесуде ақидасын келтірді. Ол адамның кім екенін мен кейін тағы да айтып бердім. Яғни сенімсіз жолдармен келген сөздер. Біреу мүлдем жоқ, екіншісі жалғаншы риуаят еткен хабар. Сондай 1000-нан астам аят бар, басқа деген секілді сөздер айтқан. Кейін әлгі жігіт маған звондайды. Қоңырау шалып, осылай делінді деді. Мен айттым, мен кезінде шыққанмын, связға шығып, байланысқа шығып, кездесейік отырайық деген. Егер
айтпақшы болса бір мәселесін. Себебі сол жерде мен де атымды атаған, егер оның айтқаны мынандай деген секілді. Ондай болатын болса, соны кездесіп бетіме айтсын дедім. Кейін ол жігіт олардың шәкірттеріне шығып, шәкірттері кездесейік отырайық деген, диктофон болсын дедім, міндетті түрде, енді видеокамера келіспеді. Сонымен сол екіншісінде әйтеуір альхамдулилля келісім болды. Ұсыныс біз тараптан болды. Кездесейік деген ұсыныс біріншіден бұл біз тараптан болды. Және біз қазірде айтамын, қазірде кездесуге дайынбыз. Кездесуге дайынбыз. Қайсысы кездесеміз десе, біздің есігіміз ашық. Альхамдулилля, біз ақидамызды жасырып қалатын бізде ешқандай тұстар жоқ ақидамыздың. Біздің ақидамыз ашық, айдын. Және келіп, егер ақидасының ережелерін бізбен талқылауға шамасы жетсе, талқылайым десе, пожалуйста. Өткен кездесуде ол нәрсе болған жоқ. Мен енді олардың ережелері бар. Мысалы, Алла Субханала Тағалаға сипат бекітуде ұстанатын ережелері бар. Ол ережелерін Шейх Усаймин Ал-Қауаид Ал-Мусла фи Асмаиллахил Хусна деген кітабында айтып кетеді. Тағы да басқа Ибн Таймия рахмахуллах Баян Талбисил Жахмияда өздерінің ережелерін баяндап береді. Мысалы, Құранда келеді. Аллаға бір нәрсе Алланыкі деген кезде, мысалы, Байтуллах деген сөз келеді. Алланың үйі. Екінші бір аятта келеді, Ваджхуллах деп келеді. Алланың жүзі, мысалы. Енді Байтуллахның Алланың байт деген сифаты бар деп айтамыз ба? Алланың үй деген сифаты бар деп. Олар айтады, жоқ, бұл жерде бұл идафатул махлуқ илал халиқ деді. Яғни жаратылысты жаратушыға соған байланыстыру деді. Ал жаратушыны байланыстыру деді. Тек қана мысалы бір нәрсенің үйі деген секілді мағынада. Ал енді уаджих келген кезде олар айтады, бұл жерде Алланың сипаты дейді. Яғни қай жерде Алланың сипаты деп бекітеміз, қай жерде бекітпейміз. Оған қатысты ережелері бар. Сол ережелерін талқылаймыз десе, оны отыруға дайынбыз. Бірақ өткен кездесуде ондай талқылау мүлдем болған жоқ. Ол тек қана өздеріне дәлел болады деген риуаяттарды келтірумен болды. Одан басқа еш нәрсе істеген жоқ. Содан кейін соңында енді мен сол мәселелерге кірем бе деп отырған кезде дәптерін жапты да тұрып кетті. Тұрып кеткеннен кейін мен енді сөздің соңы енді субханакаллаху ва бихамдик болсын деп субханакаллаху ва бихамдик дедім де, кейін тұрып, кейін қол алысып, амандасып, жылы шығарып салмақшы болдық. Яғни бірінші тұрып кеткен ол. Енді шәкірттер Шымкенттегі, Алла разы болсын, билетті ұйымдастырып, билетті жолға барып қайтуды ұйымдастырды. Сонымен мен Атыраудан Атыраудан Астанаға ұштық, тікелей рейс жоқ, кейін Шымкентке ұштық, жексенбі күні, кешіресті жұма күні. Сөйтіп сенбі күні кездестік, жексенбі күні мен қайттан ұшып кеттім. Себебі жұмыс бар. Яғни арнайы сол кездесу үшін бардық. Кездестік. Сөйтіп, соңында ол тұрып кеткеннен кейін артынан біз де тұрдық. Оның сол жерде куәгерлер бар, Алла куә оған. Бұл сөзіме ақиретте де иншалла жауап беремін. Біз бірінші тұрып кеткен жоқпыз. Сол комментарияда жазды дейді, взял тапочки, убежал деп. Онда еш нәрсе болған жоқ. Біз айтамыз, қазірде кездесуге дайынбыз. Ал енді бірінші кездесуде 2 сағат 40 минут болды. Біз жұмадан кейін бардық, күтіп отырдық, 1 сағаттай күтіп отырдық, кешікті. Кейін олар басқа жерде айтқан екен, бір атаудағы кафе бар екен, біз басқа, екеуі де халал. Біреуіне барып қойыппыз, сонымен екінші жерге бардық, одан кейін тамақ заказ берілді, басқа деген секілді. Енді қарын тойғаннан кейін сәл көңілді отырып сөйлесейік деп, сөзді бастағанша сағат 4 болды. Сағат 4 болды, менің баратын жерім бар еді, себебі бұл бізде қай күн еді? Жұма күн еді. Мен бейсенбі күні кездесейік дедім, отказ болды. Сәрсенбі күні кездесейік дедім, среда күні отказ болды. Одан кейін сейсенбі күні, яғни вторник, четверг, среда, яғни сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі күндері кездесейік деп 3 күнде де отказ келді. Сөйтіп жұма күні келісті. Ал жұма күнге мен алдын ала келісіп болған жер бар еді. Біз қаланың сыртында болды ол. Шымкент қаласын жақсы білетін де бар. Манкент деген Манкентте жақын емес, Белый Вод деген жер бар. Сол жақта болды. Ол қаланың сыртында. Сол үшін де мен асығыс болғандықтан да мен айттым, мен асығыспын. Қазір
6-да кетуім керек деп басында записьте ол айтылмады, Аллаху алям. 6-да кетуім керек деген. Мен 6-да 40-та уақытым жоқ десем, 1 минут бер деді. Соны анау әлгі жігіттер біріншісінде міне дәлелдер айтылып жатқан кезде қашып кетті, басқа деген сөз айтты. Бірақ біз қайтадан барып, қайтадан кездестік, жалғастырдық және ол жерде біз тұрып кеткен жоқпыз. Яғни, иншалла, осымен тамамдасақ, біз негізі бұл мәселелерге қатысты, иншалла, арнайы сол кітаптардан келтіріп, кітаптардағы сөзін оқып беріп, мен қазір бағана айттым ғой, Ибн Батта туралы мынандай делінген, бағана имам Дарими Алланың екі шектеуі бар деген сөз айтты деген. Оның бәрін кітабынан оқып беріп, және мен бірінші кездесуде айтқан сөзім бар. Сендер негізінде біз Алланың ішіндеміз деген сөз айтасыңдар деген мен оған. Оны да сол жерде жақсылап түсіндіріп бердім. Енді видеосында түсінікті болады, иншалла. Ол арнайы Алла насіп етсе шығады. 2 бөлім қылып жазып жатыр. Бірінші бөлім жазылды. Енді иншалла ертең барғаннан кейін екінші бөлімін жазамыз. Ол жерде бұл мәселені біз кеңірек талқыладық. Екіншіде ханафилықтармен сөйлеспеңдер деп айтты дегенбіз. Енді мен сөйлеспеңдер басқа десе, енді ол әлбетте өздерінің проблемасы. Енді мен оны ханафилермен сөйлеспеңдер деген сөзін естіген жоқпын. Бірақ негізінде жалпы бұл кісілерде мынандай проблема бар. Бұл кісілер бағанағы басқа дін дұшпандарынан, миссионерлерден келіп біздің қаракөз қандастарымызды шоқындырып жатқан миссионерлердің қаупінен мешіт имамдарының қаупін үлкенірек деп біледі. Осындай проблема бар. Себебі бұлар бидғатты дін етіп адамдарға тығып жатыр. Ол арақ ішіп жүрген адам да біледі өзінің арағының харам екенін, миссионердің басқа дін өкілі екенін адамдар біледі. Сол үшін олардан қауіп жоқ. Қауіп бізге мешіт имамдарынан келеді деп солардың үлкендері айтқан сөз бар, өкінішке орай. Енді ондай ұстанымда болған адам одан кейін араласпа деп жатса, онда бұл түсінікті нәрсе. Жалпы оларда мынандай ері фәтуа бар. Егер сенімен араласып жатқан ақидасы бөлек адам саған дағуат жасай алатындай білімі болса, онымен араласпа дейді. Сен оған дағуат жасай алатындай ода білім болмаса, онда аралас дейді. Яғни сен мына жерде ол шақырылушы болады, сен шақырушы боласың. Керісінше болса, болмайды деген, кейін бағанағы сол Саудияда отырып, оны тыңдау харам деп фәтуа беріп жатқан жігіттің бір фәтуасы бар. Мен өзім құлағыммен естігем. Ол бидғатшылармен араласқаннан еврей христиандармен араласқан абзал деген секілді сөзді айтады. Енді бұл фәтуа ол бұрыннан келе жатқан фәтуа. Аллаху алям. Алла тағала баршамызға разы болсын.